Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен 3-ші тоқсандың 1-ші БЖБ тапсырмасын орындаймыз. Міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып өтіңіздер. Денсаулық зор байлық бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаты: тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру. Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау. Ал оқушылар, тапсырмаға көшеміз. Бірінші тапсырма: бейнебаян мәтіннің мұқият тыңдап, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Аланаға, далаға шығып ойнасам бола ма? Жоқ, болмайды. Үйде болғаның дұрыс. Тиетін суық ақыры тиіп қойды ғой. Бұдан қатты ауырып қалмаспын. Данажан, ауруды асқындырып алмас үшін суықтан сақтанып емделу қажет. Аға, ал мүлде ауырмаудың амалы бар ма? Бар, ауырмау үшін иммунитетті күшейту керек. Ол қалай? Адамды ауруға шалдықтыратын түрлі вирустар көп. Адам бойында сол вирустарға қарсы тұратын, аурудан сақтайтын қасиет бар. Оны иммунитет деп атайды. Адамның иммунитеті неғұрлым күшті болса, оның денсаулығы соғұрлым да жақсы болады. Иммунитетті күшейту үшін ең әуелі дұрыс тамақтану қажет. Яғни, денсаулыққа пайдалы, дәрумендерге бай тағамдарды таңдап жеу керек. Сонымен қатар, денені шынықтыратын жаттығулар иммунитеттің қорғаныс қабілетін күшейтеді. Ауруларға қарсы алдын ала егілу де денсаулықты сақтауға септігін тигізеді. Сондай-ақ тазалық сақтау өте маңызды екен, естен шығармауға болмайды. Қолды жиі жуып, лас жерден аулақ болып, айналаны таза ұстау керек. Түсінікті, денсаулығымыздың мықты болуы көп жағдайда өзімізге байланысты екен ғой. Мен енді бұдан былай дұрыс тамақтанамын. Тазалықты да сақтаймын, дене шынықтырумен де тұрақты айналысуға тырысатын боламын. 137 сөзден тұрады, ал енді тапсырмаға көшеміз. Мүлде ауырмаудың амалы бар ма? Әрине бар. Ауырмау үшін иммунитетті күшейту керек. Иммунитетті қалай күшейтуге болады? Дұрыс тамақтану, дәрумендерге бай тағамдарды таңдап жеу, жаттығу жасау, тазалықты сақтау. Мәтінді мазмұн бойынша жоспар құрыңыз. Кіріспе бөлімі: мүлде ауырмаудың амалы. Негізгі бөлім: иммунитетті күшейту жолдары. Қорытынды бөлім: денсаулыққа күтім жасау. 3-ші тапсырма: жоспарға сүйеніп, мәтін мазмұнын баяндаңыз. Құрметті оқушылар, мәтінде не туралы айтылды, соны жақсылап әдеби тілмен мұғалімге айтып береміз. Жалпы ауырмаудың және иммунитетті қалай көтерудің жолдары туралы. Құрметті оқушылар, зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға міндетті түрде жазылып, лайк басып өтіңіздер. Сіздерге тағы да қандай ақпараттар қызықтырады? Комментарийға жазып, ой бөлісіп отырыңыздар.